Балалар, мына ер тоқым деп аталады. Бұны аттың үстіне мінген кезде пайдаланамыз. Аттың үстіне адамға отыруға ыңғайлы болу үшін. Мынау үзеңгі деп аталады. Ол аттың үстіне мінген кезде аяқ басуға арналған. Мынау киізі ердің астына аттың үстіне жайылады. Ендеше соны жабамыз, Бірінші киізін жабамыз. Бұлайынан қоямыз. Қойдық па? Енді мініп көреміз. Ал, бас мынада мін. Аяғымен бас, мін. Аяғын бас. Аяғын көтер енді, мін. Әне. Осылай отырамыз. Мынау жүген деп аталады. Бұл атты басқаруға арналған. Екі жағынан ұстайсың да, екі жаққа бұрасың. Тіке жүретін болсаң, тіке ұстайсың былай. Балалар, енді өз қолымызбен ер тоқым жасаймыз. Ол үшін картон, фольга және ыстық желім пайдаланамыз. Желім көзге өте зиян. Сол үшін көзілдірік киіп жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой? Көзде жүрсе де бізді ойлап көзілетін. Адамға ыңғайлы және ер тоқым ұзаққа шыдау үшін мықты етіп жасаймыз. Қабағына қаталды байқалса да, жүрегінен жұмсақтық сезілетін. Әкеден биік бармадам, тау тұлғасына таңғалам. Жан гүлін арнап анама, тағдырын бізге арнаған. Әкеден биік бармадам. Балалар, не жасадық? Ер тоқым. Немен жасадық? Картон және фольга. Тағдырын бізге арнаған. Алғыс айтам басиып бәрі үшін мен. Ол жан барда болмайды намысым кем.